Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. 2026 жылы саясат саласында үлкен бетбұрыс орын алады. Ел басқару ісіне жастардың қатысуы артады. Сонымен қатар білім мен адамгершілік құндылықтары елде қатар дамитын болады. Қазіргі таңда бұл мәселелер ғаламдық жиналыста талқылануда. Енді ғылым, білім, өнер және спорт салалары толыққанды реформадан өтеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, заң тұрғысынан фонограммаға ән айтуға тыйым салынып жатыр. Бұл сапа мен шынайылыққа қойылған талаптың күшейгенін көрсетеді. Алдағы уақытта білім, ғылым, өнер мен спортта тек жүрегімен жасап, адал еңбегімен дәлелденгендердің орны болады. Жүрегімен таланты үлескен, ел дамуына ерекше миссиямен үлес қосатын тұлғалар ғана биіктейді. Қазір ми талшықтары ғана емес, мидың өзі өз жұмысын толық өзгертіп жатыр. Бұрын ғалымдар мидың мүмкіндігін стандартты статистика бойынша 3-7% деп айтатын. Ал қазір ми қуаты 33-37%-ға дейін жеткен адамдар арамызда жүр. Бұл деген сөз, адам бүкіл ғаламға тікелей әсер ете алады. Тіпті қасыңызда осындай миы ашылған адам тұрса, санаңызға ықпал етіп, оны өзгерте алады. Адам жаңа дүниені тек ойлап қана қоймай, оны санасында, қиялында және физикалық әлемде жарата алады, шақыра алады. Кеңістікке тікелей әсер етеді. Мидың өзгеріп жатқанын адам былай байқай алады. Тылсым деңгейде миға операция жасағандай әсер болады. Санасына жаңа ақпарат немесе жаңа энергия енгізілгенін сезеді. Мұның бәрі тылсым әлемде жүріп жатқан өзгеріс ретінде қабылданады. Жоғарыдан солай операция жасап, миыңызды өзгертіп кетеді. Жаратушы айтады: қорықпаңдар, алдыңда мен тұрмын. Алақаныма салып алып жүрем өзім, тек алға. Сендер көненің ескіріп жаңаратынын, жаңаның ақиқат болып бекітілетін шағындасыңдар. Жүрек ең басты қару. Жүрегі мықтының сенімі мықты. Дінде де, сенімде де шектеу жоқ. Бар болу үшін, бос болу үшін, ұшу үшін сенім керек. Жүректеріңіздегі әрбір талшықты өз қолыңмен өрдім. Өрілген әр жіпте жан бар. Көнені жоғары көтердім. Жерде тек алыптар мен ғаріптерді қалдырдым. Жарқырау үшін, үн үшін, өмір үшін іздеп жүрген Құдай өз іштеріңде. Жаратушы жүректе, сағым ұшқын ғарыш ғалам. Мәнін терең түсініңіздер. Ғаламнан жер планетасына 7 планетадан ғаламдық портал ашылды. Ғаламнан адамның жанын емдеу жүріп жатыр. Қазіргі уақытта жаратушы жердегі рухтармен тікелей байланысқа шығуда. Сондықтан сөйлесіңіздер. Айтары бар, ғаламда ұлы абсолют жаратушының энергиясы бар. Негізінде ол энергияға шыдау оңай емес. Сана оны әрдайым көтере алады. Жүрегі ашық жандар бұл энергияны сезеді, көтере алады дейді ғалам. Сол жаратушы энергиясы тікелей төбеңізге, әрбір клеткаңызға түсіп тұр қазір. Барында ұлы күшті сезініңіздер. Адамның жүрегі ең мықты әрі ең әлсіз. Мұны жоғарғы ғаламдық күштер осылай айтады. Ең мықты дейтін жүрек бәріне төтеп бере алады. Қайғыны да, қуанышты да, жоғалтуды да, үмітті де үнсіз көтеріп өтеді. Ол сынбайды, тек тереңдей береді. Ал ең әлсіз дейтіні ауырлықты ұзақ ұстаса, жүрек қарайып кетуі мүмкін. Себебі жүрек тас емес, ол тірі жарық. Жарық күтімсіз қалса, көмескіленеді, сенім әлсіресе, үнсізденеді. Бірақ жүрек ешқашан мүлде өшпейді. Бір ұшқын жеткілікті қайта жану үшін. Сондықтан жүрек әрі сынақ, әрі аманат. Оны қорғау, өзіңді қорғау. Себебі ғалам адамды ақылмен емес, жүрек арқылы таниды. Қазір жер планетасының жанынан түрлі ғарыш кемелері өтуде. Кеңістік ғалам тарапынан өзгеріп жатыр. Негізінде жердің формасы бізге үйреткендей емес,
ол мүлдем басқа. Жерде, күнде басқа траекториямен қозғалады. Бұл әлемнің құпиясы. Адамдар ойлағандай емес. Адам санасына жасанды теориялардан құрылған ескі матрица енгізілген. Шын мәнінде жердің де формасы, ғарыштың да құрылысы мүлде басқа. Үшінші көз ашылғанда ақиқатты ғаламның өзі жүрекке ашады. Сол кезде ғалам барлық заңдылықтарын және шексіздігін рух арқылы көрсетеді. Ғаламда 21-22 желтоқсан өмір таңы мен түні деп аталады. Яғни адам алдағы өзінің 7 циклын өмірлік саналы түрде өз ойымен де, әрекетімен де қалыптастырады. Бұл күн өмірдің жаңа белесіне өту күні болып есептеледі. Ежелде қазақтар бұл күнді күн туған, жаңа күн туған деп атаған. Осы стихиялардың барлығы бірігіп, алдағы жаңа жылға дайындалу кезеңін құрайды. Қазақ халқы табиғаттың барлық циклын терең білген. Қыстың алғашқы айындағы осы күннің ерекшелігін де жақсы түсінген. Өкінішке қарай көптеген тарихи дүниелерді ұмытып қалдық. Дегенмен ғаламдық өзгерістер өздігінен жүре береді. 2026 жылға қатысты жоғарғы әлемнің айтуынша сана деңгейімен бірге адамның физикалық тәні де жоғары кеңістікке өтеді. 2025 жылы санамызды дайындады. Сана ұшты. Ендігі кезең физикалық тәнде деп жатыр. Қазір организмді ұйқы қысуда. Бүгін күн мен түн құбылып тұрады. Осы сәтте бір-бірімізге жылы сөз айтып, ақ ниетпен жылы тілек тілеуге болады. Ғаламдық жиналыста Алматы мен Атырау қалаларында өткен кездесулер, сондай-ақ алдағы Түркістан қаласында ашылатын ғаламдық мектеп туралы мәселелер қарастырылуда. Алматыдағы ғаламдық кездесуде ғаламнан материалдық және рухани әлемге қатысты сұрақтар мен мәселелер бойынша жұмыстар жүргізіледі. Бұл кездесуде рухтар материалдық жағдай мен денсаулық мәселелеріне көбірек назар аударды. Өйткені адамды алаңдатып, ізденуге себеп болған көбімізде осы екі мәселе. Ал Атырауда өткен кездесуде рухани даму, ұлт мәселесі және ғаламдық мектептер бағыты бойынша жұмыс жүргізіледі. Ғаламдық кездесулерден кейін көптеген рухтар өздігінен ашыла бастады. Физикалық тәнде де, санада да өзгерістер болып, қасиеттер дамып кеңеюде. Бұл жағдай адамзаттың материалдық әлем мен рухани әлемді қатар меңгеріп, олардың арасындағы тепе-теңдікті сақтауды үйреніп жатқанын білдіреді. Біз ғаламдық үйлесімге қарай қадам басып келеміз. Әр қалаға жаңа құрам, жаңа рухтар келуде. Барлығын жаратқанның өзі алып келіп жатыр. Басты талап жүректің тазалығы. Неліктен ғалам шәкірт тәрбиелейміз деп айтпай, ұстаз дайындап жатырмыз дейді. Өйткені расында да барлығыңыздың ұстаздарыңыз ұстаз, проводник рухтар. Сіздер жарық пен нұрды алып келушісіздер. Сондықтан біз оларды ұстаз рухтар деп атаймыз. Шәкірт тәрбиелеу бұл ескі дәуірдің жолы болды. Ал қазір ұстаздар кезеңі. Яғни бұл сіздің уақытыңыз, мәні терең. Осында отырған әрбір рух өзі ұстаз, әрқайсысының өз жолы бар дара, ешкімге ұқсамайтын, өзіне ғана тән өмір жолы бар. Сізді сіз еткен мықты түбіріңіз бар, өз ойыңыз бар, өз жүрегіңіз бар, өз көзқарасыңыз бар. Сіз жеке дара рухсыз, ояу, көзі де, жүрегі де ашық. Рухтың өз рұқсатымен бір оқиғаны бөлісейік. Былтыр бір кісі келді. Жасы біразға келген қазақ әйелі. 1990 жылдардан бастап бармаған елі, көрмеген адамы, қаласы қалмаған екен. Қасиетті іздеп, жүрек аштырамын деп, өмірін түгелдей осы жолға арнаған. Тылсымды көремін деп, Америкаға да, Ресейге де барған. Түрлі регрессияға да түскен. Таиландқа да, Үндістанға да, араб елдеріне де барған. Қасиетті ашатын әртүрлі ритуалдарды көрген. Шаман, гуру, сингх, монах барлығымен жолыққан. Қандай дүние бар, бәрін көрген. Жасанды сусындар арқылы да,
түрлі ритуалдар арқылы да тылсымды көруге тырысқан. Бірақ олардың барлығы уақытша ғана болған. Ғаламдық өлшемдерді тек сол сәтте көріп, кейін ештеңе сезбеген. Сөйтіп бір күні сәті түсіп рухы оны бізге алып келеді. Яғни Фарида қызға. Жеке қабылдауда оның рухы қайда барғанын, не істегенін, бүкіл ғұмырын қаншама ұстаздардан өткенін шетелдік те, қазақстандық та бәрін көрсетіп берді. Жоғарыдан бүкіл өмірі талданып айтылды. Содан рухы арқылы ғаламның барлық қуат көздері ашылып, тазартыла бастады. Сол сәтте ол жүрегім қысылып тұр деді. Рухы жүрегін ашып жатты. Төбесінен энергия құйылды. Ол кісі бәрін көрдім. Таңғалатын дүние қалмады деп ойлап келгенін рух көрсетті. Бүкіл ғұмырын, әр жылын, әр жасын, өмірлік оқиғаларын айтып бергенімізде әуелде үнсіз отырды. Бір мезетте эмоциясы бұрқ етіп шығып, тоқтамай жылады. Сонда ол кісі былай деді: бүкіл әлемді шарлап, 8 елден қасиет іздеппін. Ал өз жүрегімді тыңдамаппын. Бар керемет те, мықты рухтар да, бәрін көріп айтып беретін рухтар өз елімде, өз жерімде отыр екен ғой. Қаншама монахтарды, гуруларды, тылсымнан жұмыс жасайтын ұстаздарды көрдім, бірақ ішкі құпияларымды, ешкім білмейтін дүниелерімді сіздер айтып береді деп ойламаппын, деді. Ол кісі қатты таңғалды. Расымен бүкіл ғажайып қазір өз елімізде, Қазақстанда екен ғой, деді. Содан кейін бұл кісінің рухы мен тәлімгерлері ата тегі табиғи түрде өздігінен бәрі жетелеп кетті. Қазір ол тылсымдарға, параллель әлемдерге, ғарыштық кеңістікке өздігінен көтеріледі. Тылсымдағы қақпаларды өзі көріп, өз миссиясын орындап жүр. Ол кісінің қазір бізге айтатын: әрқашан бүкіл елді аралап бәрін көрген, тәжірибесі көп адам ретінде айтамын: қазақ жерінде, өз елімде қазақ қыздары менің қасиетімді жоғарыдан ашуға көмектеседі деп ешқашан ойламаппын. Шетел мықты деп қаншама жылымды жоғалтыппын, дейді. Осы оқиғадан түйгеніміз мынау: біз көбіне көз алдымыздағыны көрмейміз, алыстаңсаймыз. Ал шын мәнінде бәрі өзімізде, өз жүрегімізде, өз жерімізде. Қазақ жерін тылсымның ғарыштық кіндігі деп бекер айтпауы да сондықтан. Адам ізденіске түскен кезде, рухани жолға қадам басқанда, жоғарғы өлшемдерді өзі де көргісі келеді, сезінгісі келеді. Басқадан естігеннен гөрі әр адам қасиет арқылы өз көзімен көріп, өз жүрегімен сезінгісі келеді. Сол кезде рух тылсымды көрсете бастайды. Өйткені адам рухпен бірігеді. Көп адам рухын сырттан, даладан, өзгеден іздеп жүреді. Ал негізінде рух деген сенің өз ішкі күшің. Ол әрқашан сіздің ішіңізде. Рухпен бірігу дегеніміз ол күшіңізді іштен сезіну. Рух сізбен біріккенде ақпаратты ой арқылы береді. Ал ой арқылы сіз бүкіл сұрағыңыздың жауабын аласыз. Сондықтан рухыңызбен сөйлескіңіз келсе, өз ішіңізді тыңдаңыз.